Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен духовкада құрамы қарапайым заттардан тұратын пирожки әзірлейтін боламыз. Бұл қамырдан осындай 32 пирожки шықты. Яғни сіздер бұл пирожкиді сатылымға да жасай аласыздар. Енді пирожкиімізді әзірлеуге көшейік. Ол үшін аппарат жасап аламыз. Бір ыдысымызға 550 мл жылы суымызды құйып, оның үстіне бір ас қасық қант қосып араластырып жіберіп, одан кейін жарты ас қасық ұн қосып, одан кейін бір ас қасық толтыра дрожж қосып, осылай араластырамыз. Және де бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Аппарамыз көтерілгеннен кейін електен өткізілген 1 кг ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұз қосып, одан кейін оның үстіне 1 дана жұмыртқа қосып, оның үстіне аппарамызды құйып жіберіп, аппарамыз міне көтерілгенде осындай күйде болады. Барлығын араластырып, осылай илейміз. Көрсетілген мөлшерден артық ұн қоспаңыздар, себебі сіздердің қамырларыңыз қатты болып кетеді. Мінекей қамырымыз осындай болып шықты. Енді оның үстіне 50 грамм сұйық майымызды құямыз. Яғни 3 ас қасық сұйық майымызды құйып жібереміз. Содан кейін жақсылап тағы да сұйық майымызды бойына сіңіргенше жақсылап илеп шығамыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып иленіп шығады. Енді қамырымыздың бетін жарты сағатқа ас пленкасымен жауып, жылы жерге қойып көтерілуін күтеміз. Енді пирожкиіміздің салмасына көшеміз. Ол үшін картобымызды ашып жуып, турап, осылай бір ыдысқа салып қайнатып аламыз. Қайнап піскен картошкамыздың үстіне жарты шай қасық тұз қосып, 40 грамм сары май немесе маргарин салып езіп аламыз. Мен блендермен ездім, сіздерде картоп езгіш болса, картоп езгішпен езулеріңізге болады. Міне біздің қамырымыз осындай болып көтеріліп шықты. Енді осы қамырды мен 4 бөлікке бөліп, әрбір 4 бөлігін тағы 8 бөлікке бөліп шығамын. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, жоғалтып алмаш үшін подписация кнопкасын басып, қоңыраушаны басып тіркеліп алыңыздар. Енді түйген қамырларымызды пакетпен жауып, пирожкилерімізді түйе бастаймыз. Ол үшін осылай қамырымызды видеодағыдай етіп жайып алып, үстіне салмамызды салып, түйіп, пергамент қағазы төселген противеніміздің үстіне осылай сала береміз. Түйіп болған пирожкилеріңізді міндетті түрде бетін пакетпен жабуды ұмытпаңыздар. Енді осындай әдемі топ-томпақ болып көтерілген пирожкиіміздің үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, осылай жағып шығамыз. Одан кейін 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай пирожкилеріміз әзір болады.